Өрт қауіпсіздігі айлығы шеңберінде ұйымдастырылған сайысқа 4 балабақша командасы қатысты. Атап айтсақ 6-шы, 10-шы, 16-шы және 25-шы. Ең алдымен жас құтқарушылар өз топтарын таныстырды. 10-шы балабақша балалары арнайы костюмдермен ерекшеленді. Өрт күзетін шақыру атты екінші кезеңде қатысушылардың берілген тапсырманы дұрыс әрі жылдам орындауы бағаланды. Келесі кезеңде балалар өртке оранған жерден адамдарды құтқарды. Мұнда да қатысушылардың шапшаңдылығы сыналды. Кішкентай құтқарушылардың өрт сөндіре алу қабілеттері 4-ші кезеңде бақыланды. Әрбір ойыншы жанып тұрған оттың бетін көрінбейтіндей етіп орамалмен жабу тиіс еді. Одан соң қатысушылардың өрт тұтанған орынға тез жетуі сыналды. Зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсетулері де қазылар алқасымен бағаланып отырды. Балалардың дайындығы жақсы, тәрбиешілердің жұмысы көрініп тұр. Жалпы мұндай балақайлармен жұмыс істеу оңай, айтқанды тез қағып алады. Балаларымыз өрт қауіпсіздігіне дайын деп айтуға болады. Сайыс нәтижесінде 3-ші орындар 10-шы және 25-ші бақша командасына берілді. 2-ші орынға 6-шы балабақшаның жас құтқарушылары жайғасты. Сайыс жеңімпаздары болып 16-шы бақшаның тәрбиеленушілері атанды. Барлық қатысушыларға мадақтама қағаздары, кеңсе тауарлары мен тәтті сыйлықтар берілді. Инара Бенова, Резабек Шақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.